Алабама штаттан Колорадоға дейін $16,000 болды. Осылай жұмыс істеп жатырмыз. Клиент деген пицца әкеп беріп, анда тағы жұмыс істеп жатыр. Ол вообще қасқыр екен. Тамақ жемейді, тоқтамайды, жұмыс істей берем дейді. Мен айтамын, мұнда бізге үшеумізге үш пицца әкелген ғой, клиент дейді. Бастығымыз екен, осылай қыдырып жүрміз Лос-Анджелеста. Қоян суретін салғыштар жоқ, сол мен өзім жалғыз біразын тасып тастадым. Бұлай құлап барады. Заттары еще екінші қабатқа шығару керекпін ғой. Ой алтыннан қазақтай ел бар ма, қастерлер бабасын, қазақтай ел бар ма, қадірлер данасын. Болаттай білекпен, найзадай жүрекпен, айбындай елім бар, тірлігін ту өткен тарих. Штат Колорадо, клиенттің затын жеткізуге кетіп барам. Клиентке кеше звондап айтып болғам, сағат 8-ден 11 аралығында келемін. Ол адам қосып отыр. Ол клиентті білем, ол клиенттің затын үйінен мен өзім алғам. Үйінен бұлар көшкен Алабама. Бұл клиент көшкен Алабама штатынан Колорадоға көшіп жатыр. Алабамада пикап өзім жасаған, мен деливеріде өзім әкеліп жатыр. Деливері жасайардың алдында клиентке 24 сағат бұрын звондайсың, бір күн бұрын, яғни звондап айтуың керек. Қай сағатта, қай күн келетініңді. Кешектің, және ол клиент қалай төлейтінін барлығын келісіп, сөйлесіп, уақытпен істіріп қойғанбыз. Және де үлкен жұмыс, 3 хелпер алдым. Үшеуіне де кеше звондап, сөйлесіп, бәріне сағат 9-да олар келу керек. Алла қаласа 9-да бастаймыз. Бастығымыз екен, осылай қыдырып жүрміз Лос-Анджелеста. Ең бірінші клиенттің үйіне келмес бұрын міндетті түрде тексеру керек адресті. Ол адреске мен мына трак-трейлермен кіре аламын ба, қаншалықты үлкен деп. Оны тексеру үшін ең бірінші Google-ге жазасыз адресін. Мен мұнда тракпен келдім. Оны базаға бара жатқам, сөйтіп едім, бұл бастық менеджер солар шақырып, кел осы жерге отырып тамақ ішіп сөйлесейік деп. Мен шақырып. Соң мұнда кеп тұрмын, адреске келген. Үйдері мынау келді. Машинасы мынау ғой. Тракпен жетіп келеді. Трак навигаторға жазып осылай көресіз. Қаншалықты бұрылмалар, қаншалықты қиын жол деген. Осылай үшінші Google Earth деген application бар. Соған жазасыз, сонымен 3D-мен үстінен көресіз үйде адресін. Қандай жолы бар, мүмкін альтернативный жолы бар шығар, басқа бір кіретін жолы, басқа шығатын есігі бар шығар деген жақсылап көресіз. Егер онда жолы кең, ыңғайлы көрген кезде өзі белгілі болады. Ыңғайлы кіріп шыққанға ыңғайлы болса, әңгіме жоқ барасыз. Ал егер сәл өзіңізде бір сенімсіздік пайда болса, клиентке звондайсыз. Ең бірінші сұрайсыз адресі. Адресің осы, мысалы 15-35 Шериден, Булвард, Колорадо зип-кодымен айтып, осы сіздің адресіңіз дұрыс па деп. Сосын ол айтады, я дұрыс. Онда бұл адресіңізге мен трак-трейлермен кіре алмаймын. И сосын ары қарай уже келесі Shuttle деген сервисті істейсіз. Осы адреске мен кіре алатындықтан кеше тексерген. Мен кірем, Алла қаласа бәрі жақсы болады. Осылай жұмыс істеп жатырмыз. Клиент деген пицца әкеп беріп, анда тағы жұмыс істеп жатыр. Ол вообще қасқыр екен. Тамақ жемейді, тоқтамайды,
жұмыс істей берем дейді. Мен айтамын, мұнда бізге үшеумізге 3 пицца келген ғой, клиентке. Жүр пицца жоқ, тоқтауға болмайды. Тоқтатпа мені дейді. Сөйтіп, ол дегенің жұмыс конкретно істеп жатыр анда. Біз пицца жеп жатырмыз. Бұндай адам Америкада кездестіру өте қиын ғой. Бұл атамыз өзі демалған ұнатады екен. Үлкен кісі қойды, мүнде көп жоқ. How's the pizza? Good. Pizza's good. Мен Walmart'тағы барардың өзінде тексеріп, қай жағымен кіріп, қай жағымен шықсам ыңғайлы. Өйткені бұл үлкен тракт трейлермен кіріп, шыға алмай қалсаңыз, нағыз концерт болады. Өте абай болу керек. Барада штат қазір уже 8-ші айдың ортасы, сәл салқындап, кеш таңертең салқын болып жатыр ғой. Түнде қонған кезде басқа штаттарға одеял шамылмайды. Кондиционер қосып жатады. Кеше мен кондиционерді өшіріп жатқам, оның үстінде сәл салқын болып, таңға жақын қарай мен одеялым жамылдым. Штат таулы болғандықтан салқын штаттан көрі. Бұл припас деген, бұл Weststation-да өте жақсы болады. Weststation-ға келе жатқан кезде, Weststation-ның бір километрағында бұл скан жасайды, Weststation-ның камерасы. Weststation деген салмақ өлшейтін тексеретін жер бұл трактор. Сол кезде бұл светі жанады. Яғни сен Weststation-ға кіру керек болса, бұл арада қызыл свет қосылады. Қызыл свет қойып. Қосылып өшеді. Ал егер де сен кірмеу керек болатын болса, бұл арада жасыл светі жанады. Сен ол Weststation-ға кірмей-ақ өтіп кетуге болады. Трактта өте ыңғайлы, әсіресе бұл мувингте, өйткені мувингте бізде артық салмақ деген болмайды ғой. Артық салмақ болмағандықтан Weststation-ға кірмейсің. Ал егер оған кірсең, олар тексеріп, инспекцияға түсіп қалуы әбден мүмкін. Айтпақшы, бұл клиент өте ашулы. Өйткені біз заттан бір апта бұрын жеткізіп керек едік. Трак сынып жолда. Жағдай болып, біраз кешігіп жатырмыз. Кеше звондадым. Біраз ашуланды. Я енді ренжімеңіз. Things happen, яғни қандай бір жағдай жолда болғандықтан болып тұрады ғой, түсінеді. Я түсінемін, тез келді. Алла қаласа көре жеткізсек. Бұл мал таситын трак. Шықымасы 20 күннен сиыр тастайды. Олардың жанына тоқтаған кезде сасып тұрады ғой. Әсіресе шошқа таситындары бар. Оларды жанынан өткен кезде сасып. Ал өздері қалай соны айдап таситындар. Көмекшілерге звондаймыз хелперға. Кеше тауып болған. Хелперға звондап жатыр. Кеше тауып болғанбыз, сөйлесіп. Таңертеңде тағы да звондап, конфирмейшн жасамасақ, олар шаңқау болады. Келмей қояды, келем дейді тағына. Жоқ кетіп қоянын салады. Кеше звондап, сөйлесіп, келісіп қойған көмекшілерім жоқ. Бүгін таңертеңнен бері звондадым, көтермейді. Ақыры басқа адарып таптым. Біраз қымбатқа болып кетті. Енді амал жоқ. Ол көмекшілер 1 сағаттан кейін келеді. Әзірге мен барып, кездесіп, документке қол қой, ол ақшасын төлеп, паркинг жасап көмекшілерге кетіп қалар. Оның осысы жаман. Келем деп алады тағылау олар. Соны таңертеңінде жазбасаң, жоқ қой. Өшіріп тастай телефон немесе көтермейді. Бір дұрыс жауабын да бере салмайды. Кел алмаймын, ренжімеді. Игнор қыла салады бұл. Тракты осылай қойдым, авариямен. Клиенттің үйіне кірмей тұрып, осындай жолға кеп тоқтап, міндетті түрде кіретін жағыңды көру керек. Қалай кіретінді, қалай шығатынды. Картамен бір көресің, және де өзің түсіп осылай көзбе-көз тексеру керек. Карта да көріну мүмкін, кең, үлкен бол. Ал бірақ кейбір жағдайда ол мүлдем картаға сәйкес келмей қалады. Сондықтан міндетті түрде осылай жаяу түсіп,
көріп тексереміз. Мен осылай көрмек. Осылай. Осылай қаламын. Наурызда көріп тұра. Осы яр жағына айлап шығып кетіп. Немізді жақсы тие. Кіруге болады. Картамен көре берген сайын уже көзің жаттығады, уже көре бастайсың, и келіп жерді де көрген сайын уже сенің тәжірибең молаяды. Тәжірибең мол болған сайын сен уже түсінесің, емен еркін, жарайды, кіре алам, шыға алам дегенді түсінесің да. Егер де болымен кіріп шыға алмайтын кішкентай жерге қамалып қалсаң бітті онда. Әңгіменің көкесі нағыз сонда болады. Сондықтан өте абай болу керек, өте. Бұл тұрак парковка қылу үшін кем дегенде 13 машина сиятын жер болу керек. Жай паркингке қою үшін. Ал айлану үшін ең азы 20 машина. Осы үй. Мен осылай тоқтадым. Қазір шыққан кезде алдыға тура беріп, бір оңға айланатын бір жер, сонымен бітті. Тура жолға шығып кеткен. Затын әкелген кезде бірінші клиент. Hey, Are you ready? Yes. Okay, I have camera. Okay. Record. Okay. Okay, ready? Видео осылай. Сестрасы жұмыста, өз сестренкасы қабылдап жатыр. Okay, so this is 1,000, 2,000 each, and then 2. Yeah. You gave him $5,000 for 24 hours? Yes. 2, 3, 4, 5. Yes, correct. Here your sign. Осылай клиент ең бірінші ақшасын төлейді. Дайын ақшамен, қолма-қол ақшамен төледі. Документке қол қойды. Ақшаны алдық. Үйінің ішін көрсететін болсам мұнда. Мынау асхана. Мынау living room. Мына жақта патио. Мына астына тренажеркалар кетеді. Бейсмент деп айтады бұны. Бізше айтқан кезде тошал үй ғой. Тренажерный залдар осылай. Асты енді кеңек. Подвал ғой. Астына сондай тренажер, барлық заттар кетеді. Ал үстіңгі этажға 2 этаж. Үстіндегілер бірақ жататын бөлмелер осылай. Hello. When we bring your stuff, could you close your cat somewhere in the bedroom? Yeah, thank you. Вот, осылай мысыр бар екен. Мысырыңды бір жерге жауып таста дедім. Өйткені біз заттарын келгенде болмайды. Осылай енді қазір көмекшілер келеді. Сонымен жұмысты бастаймыз. Мувингте жұмыс істегеннің тағы бір ерекшелігі клиенттер ақшаны сол кезінде тура береді. Мысалы мына адамдардың көшкені Алабама штаттан Колорадоға дейін $16,000 болды. $16,000 $5,000 алдын ала төлеген, 5,200 жарымын біз үйінен затын алған кезде төледі. Ал қазір 5,000 жарымын мұнда дайын ақша қып төледі. Түсіріп жатырмыз, мұнда 3 жігіт келді осылай. Жақсы жұмыстайды екен, өзін сияқты. Төсектерін жылдам сап беріп,
жастар бақытты болсын демесек. Ес құлқым түр толғанда, анамның саусағының табы түскен, ағатай жан қалтаңда құртың бар ма? Анамның саусағының табы түскен, ағатай жан қалтаңда құртың бар ма? Үйінен алған кезде мынаның бәрін бұзып төсектерін, осындай матрастарын қапқасап матрас ковер деген жинап аламыз. Кейін жаңа үйіне келген кезде барлығын осылай құрастырып қосып береміз. Бұл сторажға кіре алмай тракты осылай қойдым. Қазір бұл көмекшінің машинасымен юхолды әкеп, юхолмен жасаймыз енді. Басқа амал жоқ. Мұнда тракт алып келді осылай. Және тракт алғаннан кейін телефоныңызға SMS келеді осындай. Бұны ашып, трактты алмай тұрып, отырмай тұрып тексеру керексің. Қандай бір жері ақау бар ма? Егер ақау бар болса, суретін алып, соған мына системаға салу керексің. Әйтпесе, олар сенен ақшасын алу әбден мүмкін. Thank you very much. You too. Қазір мен алдын көріп тұрмын трактың. Алды осылай нөмері, барлығы сәйкес келеді. Пассажир сайт, дұрыс, драйвер сайт. Артын тексереміз. Жан-жағын осылай жақсылап тексермесе, қандай бір зақым болса, бұны сен егер суретін түсіріп, ішіне мына системаға салмасаң, бұлар сенен ақшасын алу әбден мүмкін. Ол кезде сен ештеңе жасай алмайсың. Сонымен алардың алдында міндетті түрде осылай жақсылап тексеру керек. Continue деп басамыз мұнда. Mileage. Yes, clean. Mileage 87. Дұрыс. Дұрыс болса approval. Болды. Осымен трак дайын. Мынандай кішкентай тракпен жүрген кезде бір жеңіл машинамен жүрген сияқты сезінесің ғой. Бұлар айдағанға да жүргенге де сәл ыңғайлы да. Мына тракпен мынандай тағы жерден жүргенде өзің қысылып отырасың ғой. Араңнан қарап. Осылай юхолға салып жатырмыз. Толы осындай жұмыста. Бірінші сторажды бірінші бөлігін әкеп артып жатырмыз тракқа осылай уже. Жігіттер осылай істеп жатыр. Бұл шаттл деп айтылады мувингте. Кіре алмайтын болғандықтан осындай кішкентай трак жалдап алып, осыны істейтін. Бұны көп жүргізушілер осыл жасағанына келіспейді дағыны. Сосын мувингке көп адам жоламайды. Өйткені затты қаншама тасисың, түсіресің. Клиентпен сөйлесесің. Ол біраз өкпесін айтады, оны тыңдайсың. Жұмыстың ерекшелігі өте көп. Банкке келдім. Ақша салардың алдында осылай санап, жазып, қанша екен толтырасың бланкетті. Сол бланкетпен кассаға барып, негізі терминалдан сала салуға болады, бірақ та мен менеджерға барам, оған 30 минут күтесің дейді. Сол 30 минут күтіп тұрғанда одан да кассадан тура салайын деп кассаға келдім. Жұмысты біттік, артып болдық.
Оғаннан кейін осындай Олив Гарden деген ресторанға келдім. Бұлардың тамағы енді жақсы. Мына супты алған кезде қанша рет ішсеңізде де болады. Мына бағасына келеді. Мынаны бітіре алмайсың уже. А еще мен қосымша алып кетуге тағы да алып отырмын. Сөйтіп бұл тамақ дейді бір 3-4 күнге жетеді ғой. Зато дәмі де нағыз үйдің тамағы. Колорадода жұмыстарым бәрі бітті. Қосымша 2 жұмыс артып алдым. Біреу Аризонаға, біреу Техасқа барады. Бірақ екеуінде де Аризонада қалдырам. Колорадоның табиғаты сөз жоқ. Қыста бұл Колорадода жолға жүру өте қиын. Өйткені мынандай үлкен таулар, жолдар өте тары, сонымен қатар жоғары түскенде, төмен шыққанда мұз болып болады. Сен дөңгелегіңе дөңгелегіңе темір жырлар байлау керексің. Арнайы сатылады ол. Ағылшынша чейн деп айтылады. Қазақшасын білмей тұрмын. Колорадо штатының табиғатының бір көрінісі сіздерге осылай. Жақын арада Америкадағы трактағы ең үлкен компанияның бірі деп айтуға болады. Америкада рынок траковой индустрияның бірі алдыңғы қатардағы үлкен компания Yellow деген. Сол банкротствоға берді. Онда 30 мыңдай жұмыскер бар еді, трак-драйверлар. Енді олар қайда баратынын, трактың бағасы төмен түсіп жатыр, айлықта да төмен түсіп жатыр. Траковой индустрия жағдайы күннен күнге төмендеп жатыр. Алдыңғы 2 жылда жақсы болған, содан кейін уже соңғы 1 жылда траковой индустрия жағдайы мүлдем нашарлап барады. Тракстапта қаншама адамдармен мен сөйлесем, солардың өзі бұрын мысалы 5-10 жыл, 20 жыл айдап жүргендер де болады арасында. Сонда бұрын соңды бұндай 2008-де болған, одан енді қазір күннен күнге нашарлап барады, қиындап барады деп барлығы. Солай айтады. Не болса да Алланың берген нәсібі, кәсібі деп жүрміз осылай. Осылай бір штаттан бір штатқа жүрген кезде, тракта жүрген көп шаршауын, жолда жүргенің байқалмайды да, өйткені бір серуендеп жүрген сияқты сезіледі ғой. Өйткені әр штаттың өзінің табиғаты, өзінің жолы бүкілі ерекше да. Соған байланысты штаттан штатқа өткен сайын кәдімгі бір күшті әсер болып отырады. Енді осындай мысалы мұнда Колорадоға қараңыздар. Бір бөлігі Колорадоның. Штат Юта. Осылай брейк жасап жатырмын, яғни үзіліс жолдың бойында. Тракты осылай қалдырдым. Егер қандай бір алдыға қарай жүре алмайтын болсам, осы жерден айланып артқа шығып кетуіме болады. Қазір баратын үйлерім осы үйлердің арасында. Соны бар тауып, қалай кіретінді, қалай шығатынды жоспарлау керек. Міндетті түрде кіріп шығатын кезде осылай тексеру керексіз. Тексермесеңіз болмайды. Менің түсіретін үйім осы. Мұнда. Осы бұрыштағы ең соңғы үй. Мен қазір, олар қазір гаражына машинасын шығарға жатыр. Мен осымен кірем. Осы жағымен кіріп, солға бұрылып, үйдің алдына мен артымен кеп тоқтаймын. Сонан шығатын кезде осы жолмен шығып кетеміз. Емен еркін. Осылай кіріп шығатыны кең, ашық, емен еркін болғанда кәдімгі қуанасың ғой. Өйткені қандай бір жағдаймен кіре алмайтын болсаң, ол үшін бүкіл затын 2 рет тасисың. Уақытта бәрі көпке кететін еді. Клиенттерге көп ақша төлеп. А бұндай жұмыс енді өте рахат. Тура кіресің, тракты қоясың, апыр-сапыр түсіресің дағыны.
7:30 таңғы сағат. Бірақ күн уже қазір тіпті ысиды. Бұл Аризона деген өте ыстық, құрғақ ауасы, сосын мен ыстық жер. Мувингтегі тракисттер осылай істейді. Егер жай, мысалы басқа трейлер айдайтын болсаңыз, бұнда үйдің арасына кіру деген болмайды. Тек үлкен складтан склад рахат уже. Пардың өздері түсіріп алады, өздері артып береді. Сен тек есігін аштың, есігін жаптың. Ал бұл көші-қонда мүлдем басқа. Көші-қонда жұмыс істеу үшін бір талай еңбек ету керексің ғой. Осылай тоқтадым. Қазір мен клиенттің үйін көреміз. Thank you. Master here. Yeah, that'll be Wow, awesome. nice home. Oh, thank you. Yeah. Thank you. Yeah, we're very grateful. It's very nice. And then we got 2 bedrooms here. This will be one Office, bedroom. 1 bedroom. And then here, and then the office is downstairs. Laundry room here. Okay, when we bring your stuff, let we ask where you want to put. Okay? Okay. Yeah. Okay. And you have the stairs fee. Қоян суретін салғыштар жоқ, сол мен өзім жалғыз біразын тасып тастадым. Бұлай құлап барады. Заттарды еще екінші қабатқа шығару керекпін ғой. Екінші қабаттыкін астына қойып, бірнешең дәне шығардым. Қазір қалғандарын шығарам. Біреуді таптым, енді ол келіп қалса жақсы болғасын. Келмесе нағыз грушіктің өзі болға тұрып қой. Бұлар өте жылқау американдықтар. Жатып алады, ақша жоқ дейді. Жұмыс істемесең, еңбек етпесең, қайдағы ақша? Алла қаласа, қазір түсіріп бітеміз нап. Куда елімай бай. Кімнің үйінде осындай сатыдан 4 түрі бар? 4 түрлі сатының кімге керек бар? Айтыңдар, кімге керек бар? Қадірлер бабасын, қазақтай ел бар ма, қадірлер данасын. Болаттай білекпен, найзадай жүрекпен, айбындай елім бар. Негізі рампа бар, ұзын. Соны қолданған болатын, оны өзің жалғыз шығару өте қиын. Ұзын, ауыр. Соны амал жоқ енді. Осылай істеп жатырмыз. Ең байтақ жерім бар, тәуелсіз тұғырым. Айналдым халқымнан, тәрбие салтынан, айналмас антынан. Арманымызға сабаламызды. Бай-бай. Қастерлер бабасын, қазақтай ел бар ма, қадірлер данасын. Байрағы көгінде, бейбіт күн төрінде, қасымды қайсарлы қазақтың жігінде, ұлдары иманды, қыздары ибалы, адалдан тап. Осылай төсек жинап жатырмын.
жақта енді алла қаласа Калифорнияға жол тартамыз. Көреміз. Кірген кезде сол жағында сусындар. Айскрим бар, сусындар осындай машиналар. А мына жағында шай тамақ. Бургер, бургер, пицца, чипси, осылай. Ортасында кофе машинасы. Чек-аут, яғни кассалар. Бұл жағы ресторан және де шауыр. Бұл еркек адамдар көп, бұл әйел адамдар көп. Мұнда суға түсуге арналған бөлмелер. Жабық екен. Мұнда сусындар. Сусыннан кез келген қанша құйып аласыз, ала беруге болады. Сіздің денсаулығыңызға арналған, неңізге бірінші көмек көрсетуге арналған дәрілер, яғни басыңыз ауырса, температураңыз болса, және гигиеналық заттар. Мына жақтарда чипси, яғни печенье, сіздің күнделікті жеуіңізге арналған. Бұл жақтары гигиенаға арналған заттар. Мұнда тракқа арналған логбук, документтер. Мына жақта тракқа, яғни ең қажетті заттары, күнделікті адамдар іздейтін, қолданатын. Бұл жағы телефон гаджеттерге арналған. Жолда жүрген кезде, мысалы телефоныңыз бұзылып қалса, зарядкаңыз істемей қалса деген сияқты. Бұл жастықтар, көрпелер ұйықтауға арналған. Бұл жағында бижутерия, қыз балаларға арналған зейнеттер, мұнда сумкалар. Бұл үстіңге этажға қазір шығамыз, болған жоқ. Бұл балаларға арналған ойыншықтар, сувенир, ойыншық. Өйткені көбі отбасымен жүреді ғой, сол кезде балаларына осындай ойыншықтарға керек. Мына жақта киімдер, жылы киімдер. Бұнда ресторан. Бұл енді өте жақсы ресторандарының бірі. Тамағы да жақсы, іші таза. Бұнда киімдер. Бұл жаққа кететін болса, Subway деген тағы да бір ресторан. Жоқ, жолда мұнда қараңыздар. Сувенирлар, құлаққаптар, сөйлесуге арналған наушниктер, навигатор, трак жүргізуге арналған барлық навигатор, трак гаджеттері. Мына жақта Subway деген тағы да бар. Тамақ ішетін жер. Мұнда терминал, iPad. Ал енді екінші этажға. Және де бұнда Wi-Fi бар. Екінші этажға шықтық. Екінші этаж басталды. Бұғылар сізді қарсы алады. Мына жақтар офис. Бұл жеке кабинет. Жүргізушілерге арналған. Wi-Fi істеп тұр, мұнда келіп жұмыс істеп болады. Оған қараңыздар. Жануарларды осылай сақтап болған. Нағыз шынайы аю мұнда. Нью-Мексиканың аюы дейді. Black Bear, қара аю. Мына жақта бұғылардың түрлері. Бұл деген тракстап емес, музей сияқты. White Elder, Kansas. Қаншама түрі бар, соның бәрін қоймаса да көбін қойған екен. Мұнда медициналық орталық, яғни бірінші көмек көрсететін. Мұнда құстар,
Мына жақ драйвер лаунж. Жүргізушілер келіп отырып демалып, телевизор көріп осылай демалатын жер. Мына жақ киім жуатын жақ. Телевизор тағы да еркек адамдардың әжетханасы. Мынау холл. Осылай. Осындай. Қалай екен тракстап? Америкадағы тракстаптардың бірі осы. Осындай тракстаптарда тоқтасаң қандай керемет. Лос-Анджелестің International аэропорт бұл. Флоридаға жолға шығам, Алла қаласа үйге барам. Жұмыс бітті, тракты өткеріп бердім, әкеп беріп, сен де риза, мен де риза деп қоштасып, сонымен осылай аэропортқа келдім. Алла қаласа 5,5 сағат ұшамыз. Түнгі 10-ға билет алғам. Қазір багажды беріп, ішіне кіріп тамақтанып, сонымен ақ жол деп ұшамыз. Аэропорттың іші осылай, мынау екінші этажы терминал. 3 Delta деген аэроплан. Қазір осыдан багажын тапсырып, мында ішіне кірем. Келдім, тасып алуға келді. Hi, I just want to say thank you. I am a new resident of Tampa, moved here from California. So this guy, truck driver, loaders, they did a great job. The stuff that I've unpacked looks terrific. It fits in the house, and these guys did a really nice job trying to make me happy. Thank you.